Арма телекөрермендер, эфирде жаңалықтар қызметі, студияда Марат Хани. Бүгін Ақшұқыр мектеп-лицейінде оқушылардың өзін-өзі басқару ұйымына қарасты мектеп президенті және оның мүшелерін таныстыру рәсімі өткізілді. Естеріңізге сала кетейік, аталған жоба білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтің бастауымен ұйымдастырылып отыр. Ендеше тілшіміз дайындаған сюжетке назар аударайық. 10-17 қыркүйек арасында сайлауалды бағдарламасымен бірге өз кандидатурасын ұсынған 9 оқушы президенттікке үміткер ретінде сайлауға түсті. Бейсенбінің таңы Ақшұқыр мектеп-лицей оқушылары үшін ерекше басталды. Бірнеше күннен бері жүргізіліп жатқан мектеп президентін сайлау науқаны аяқталып, құрамы бекітілді. Мәдени іс-шаралар залында ұйымдастырылған рәсімде мектеп парламенттің мүшелері таныстырылып, куәліктері табысталды. Ал 9 үміткердің ішінде 42,16% дауыспен басымдылыққа ие болған Ермұхан Мақсат мектеп президенті болып сайланды. Ермұхан Мақсат, 9-шы сынып оқушысы. Сайлаудың қорытындысы бойынша мектеп президенті болдым. Маған сенім білдірген ұстаздар мен оқушыларға алғыс айтамын. Оқушылардың өзін-өзі басқару ұйымына қарасты мектеп президентін сайладық. Алда уақытта мектеп президенті мен мектеп әкімшілігі үлкен жұмыстар атқаратынына мен сенімдімін. Мектеп тәрбиесін, мектеп жұмысын жандандыра түсеміз деген ойдамын. Өсер елдің баласы 15-інде баспын дейді. Егемен еліміздің болашағы осы оқушылар екенде рас. Ботагөз Мыңжасова, арнайы лицей ТВ үшін. Әзірге айтарымыз осы, жақсы жаңалықпен жүздескенше есен сау болыңыздар.